Ассалаумалейкум достар, бізде қазір Audi 80 автокөлігі 1.8 моно. Бұл көлік бізге оталмай келіп тұр, сондықтан осы көлікті қарайтын боламыз. Так, ең алдымен аккумулятор өшіп қалған, басқа аккумулятор салдым. Так, көлік оталмай тұр. Мына жерін қарасақ, біз компьютерін шешіп қойған екен. Не екенін білмеймін. Бірақ дегенмен бисмилля көрейік. Так, ең алдымен зажиган ашамыз, және де бензонасосты тыңдаймын міндетті түрде. Зажиган аштым, бензонасос естілмейді. Релесі де естілмейді. Так, не қараймыз? Ең алдымен қазір бензонасос қарамай қойын, мен датчик холының питанисын қарап жүрем бірден. Сонда белгілі болады. Компьютер қосып тұр ма, қосып тұрған жоқ па. Так, бізде датчик холында трамблердің тұсында тұрады. Датчик холда қазір осылай шешіп аламын. Осы жерден датчик холының питанисын қараймын. Егер датчик холда питание болса, компьютер қосылып тұр деген сөз. Так. Питаниесін қарап жіберейік. Саған ештеңе жоқ па не? Надежный минусқа қосылайық. Контрольканы тексереміз. Плюс, минус. Так, тексереміз. Минус бар. Минус, минус. Ага. Плюс жоқ. Демек компьютер бізде қосылып тұрған жоқ деген сөз. Компьютер қосылып тұрған жоқ, жақсына. Басқа қоспайық қойын. Дальше еттік. Енді компьютердің предохранителін. Бізде аудиода мында емес екен, аудиода мында екен ғой бізде. Компьютердің питаниесін тексеріп аламыз предохранителімен. Так, достар, компьютердің предохранителінің біз мына жерден бөлек тұр ғой 15. Сол компьютердің предохранителі. Мына жерде предохранитель болған жоқ. Қандай себеппен болмағанын білмеймін. Осыған дейін басқа электрик қараған, мына блок предохранителі шешкен. Сол уақытта түсіп қалды ма, енді білмеймін. Қазір орнына салдық. Питание бізде бар. Замок зажиганиеміз ашық. Бобиннің катушканы қарап жүріп плюс келіп тұр зажиганиядан. Так, енді мына жерден біз қазір датчик холынан қарап жіберейік. Бірден міне плюсіміз келді. Ортасындағы импульс, мынау минус. Енді қазір орнына саламыз. Сосын көлікті тексеріп көреміз. Так, датчик холын орнына салып қойдым. Енді зажигание ашқан кезде бензонасос бізде қазір жасап тұр, қарайық. Естіле ме, естілмей ме білмеймін, бірақ та жасап тұр. Дұрыс, естілмейді сияқты жаңа жасап тұрады. Қазір көрейік енді. Стартер қоямыз. Әзірге оталмай тұрған бензонасос ашқан кезде істеп тұрды, енді кері істемей қалды. Қараймыз, бізде предохранитель жанып кеткен жоқ па екен. Так, зажигание ашып қоямыз. Предохранительді қарап жіберейін. Мына жерде дұрыс істемей тұрған сияқты оны. Жаңа қозғалып келгенде бензонасос істеп кетті. Насос істеп тұр. Так, тағы да бір көріп жіберейік. Зажигание сөндірейін, зажигание ашам. Бензонасос істеп тұр, бір түрлі дауысы қызыл екен. Енді оталдырып көрейік, бисмилля. Тағы көрейік. Оталғысы келіп тұр. Сәл ғана оталғысы келіп тұр, кішкене. Оталып өшіп қалып тұр.
Так, көлігіміз оталды, тахометр істемейді екен. Газды басып тұрмын, кішкене. Оборот ұстай ма, ұстамай ма білмеймін. Оборот ұстамайды сияқты. Так, көліктің свечаларын шешіп тастадым. Осындай қап-қара күйде болып жатыр. Кейбіреуіне бензин барған, кейбіреуіне бензин бармаған. Мысалы сухой. Енді қазір осыны тазартып көреміз, сосын монода бензин шашып тұр ма, шашып тұрған жоқ па, онда жемей қалады. Бензин негізі шашқан. Төмен жақ кішкене бензин болып тұр. Свечаларды қазір тазартып көрейік, болмаса басқасын алдыртамыз. Так, свечалардың шешіліп тұрған пайдаланып, мен қазір қуып цилиндрларын тазартып жіберем. Ол үшін форсунканы ажыратуға болады, болмаса мен компьютерден предохранителін кері алып тастаймын. Кері бензин құйып тастамасын деп. Және де стартер қуатын боламын. Компьютердің предохранителін алып тастадық, бізде болды, бензин шашпайды уже. Сәл қуып тазартып аламын цилиндрлерді. Енді свечаларды салып, тағы оталдырып көреміз. Так, свечалардың кері орындарына салдым. Предохранитель орнына салдым, енді оталдырып көрейік. Бисмилля. Сосын дауысы ұнамай тұр маған. Так, енді оталмай тұр, бензинді қара көрек, бензин бар ма жоқ па. Мананы оталды, кішкене. Так, трамблер бізде. Так, межде вакуумный трамблер тұр екен. Вакуумның шлангысы жоқ екен. Так, бензинді қарап көрейік, бензин бізден атаматтай ма. Так, жігіттер, мононы қарадым, бізде қазір бензин шашып тұр. Бірақ та свечіміз біртүрлі сухой. Яғни ешқандай бензин келмеген сияқты. Қазір де қарайтын боламыз. Так, жігіттер, былай істейміз. Стартерге тікелей жалғанып алдым. Ана жер ашық тұр, ештеңе кескен жоқпын. Өзі ашық тұр, солай провод жалғадым да. Стартерге оталдыруға былай өзіме. Себебі қасымда көмекші ешкім жоқ. Сөйтіп, қазір мен моно бензин шашама, шашпаймын, соны қарайтын боламын ең алдымен. Негізі шашты, бірақ бірінші цилиндр бар, біртүрлі бензин келмей тұрған сияқты, себебі жаңа не искра дейтін құрғақ болып тұр. Көрейік. Бензин шашып тұр. Моторның қозғалуы қатты екен, дегенмен шашып тұр. Шашып тұр. Енді искраны қара жіберейік. Искраны мен дұрыс тексермедім, мана бірге қара жіберейік. Мынандай құралғым бар. Болмаса басына свеч де салуға болады. Так, осылай салып қоямыз да. Сәл арасын ашып қояйын. Так, мінекей салып қойдық. Енді стартермен бір қолмен стартер жіберем, бір қолмен камера түсірем. Алып кеттік. Құралымыз кетті. Жақсы. Так, міне мен мана бір свечі байқадым. Міне Audi Passat айтатындар обязательно ана жерде свеч тұру керек. Так, мына енді ескі свеч екен, бірақ дегенмен көрейікші осын салып. Так, мына жерге қойып қоямыз. Кеттік, бисмилля, стартер. Так, бізде искра көрінбейді. Мотордың подушкасы жыртылып кеткен ба, сынып кеткен ба, мотор қатты қозғалады. Сол үшін дірілдейді. Так, бізде мұнда что-то көрінбейді искрамыз. Енді негізі бірінші центральныйдан қарау керек қой бірден. Так, мына жерде кім не байқады?
комментарийға жазып жіберіңіздер. Так, мына жерде біздің свечның наконечный контактісі төмен қарай кіріп кеткен. Сол үшін бізге мында искра келмеуі мүмкін. Қазір біз шығарып аламыз. Так, мінекей былай шығарып алдым. Енді тексермей ақ осылай саламын. Так, отала ма, оталмай ма? Видеоға стоп басып, комментарий жазып кетіңіз. Неше процент оталады, неше процент оталмайтыны. Тексерейік. Меніңше 90%-ға оталып керек. Себебі ана жерден шығып кеткен. Так, зажигание ашық, қолымда стартер, кеттік. Зажигаем до темных тяхтов. Отырып тұруына қарағанда что-то угол опряжения зажигание дұрыс емес. Мұнысы зажигание дұрыс емес сияқты. Қазір көрейік бәрі. Кері көрейік. Енді іштен оталдырайық. Мұны қарап тұрайық. Осырама, осырамай ма? Әзірге нормально. Демек, бізде причина неден болды? Причина бізде центральный провод свечі бобиндан келетін. Мына жерден тартқан ғой. Мына жерден тартқан кезде ішінен шығып кеткен. Жалғыз причина содан болды. Енді қазір қарап жүрейік, осырама, осырмай ма, нормально ма? Нормально болса жібереміз. Так, газды алып көрейін. Нормально сияқты. Тағы да оталдырып қойын, сөндіріп. Так, көлікті өшіреміз. Прибор ештеңе жасамайды екен. Так, арт жағын қарап жүрейік. Арасында что-то моторда қап дірілдеп тұр. Нормально.